Міне бүгін Түркістан облысы, Түркістан қаласы 2023 жылдың 6 айының 5 жұлдызы. Қазір біздің оңтүстікке Өзбекстан елінен, Иран елінен кіріп жатқан осындай маусымдық қарбыздар ерте пісіп жатқан. Бірінші осы июнь айындағы. Қазір нитратын тексеретін боламыз сіздермен бірге. Біздің кедендегі фитосанитариялық инспекциялар және лабораториялар қалай жұмыс жасап жатқанын білмеймін енді, бірақ нитраты жоғары екені дәмінен сезіліп тұр. Норма 60 мг. Масқара 195, 3 есе, 4 есе нитраты жоғары. Тағы бір тексеріп көрейік. Сол жобаны көрсетеді шамалы. Мәссаған 196 екінші рет. Масқара. Біздің Өзбекстан елімен шекарада отырған жаңағы кедендегі фитосанитариялық инспекцияның лабораториялық қалай жұмыс жасап жатқанын білмеймін, бірақ барлығын қамауға алу керек секілді. Өйткені нитрат нормасы 4 есе, 5 есе асып кеткен. Бір 20%, 30% емес. Сондықтан мынандай қарбызды жемеңіздер. Білесіздер, бақшада, жаңағы огородта, теплицада қалай өсіретін, бұның бүкіл жаңағы қолданылатын фунгицидтер, пестицидтер, инсектицидтер, акарицидтер, бүкіл химиялық дәрілер осы нитрат күйінде қарбызға жиналады. Яғни ол дәрілердің 70%-ын қарбыз қоректенген болса, шамамен 50%-ын осы нитрат күйінде осы өнімге, дайын өнімге шығарады. Сондықтан бұл зияннан бұрын өте қауіпті.